Мен сіздерге бүгін интернет арқылы ешқандай ақша салмай-ақ тәуекелсіз табыс табуға мүмкіндік беретін бір сервис туралы әңгіме өтпекпін. Бұл сервис 10 жылдан астам уақыттан бері интернетте табысты жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Көптеген Ресейге танымал инфобизнесмендер, интернет бизнесмендердің көпшілігі өзінің алғашқы интернеттегі табыстарын осы сервис арқылы тауып, сол арқылы бастаған екен. Бұл сервис, мінекей төменде көріп тұрсыздар, осы кезге дейін $7.878.270 ақша төлепті тапқан адамдарға. Не айтқанда 10 жылдай уақыттың ішінде $8 миллион ақша төлеген екен. Не айтқанда сервисте ақша бар. Бұл сервис ешқандай да жаңағы қаржылық пирамида емес, адамдардың ақша алдап алатын. Және бұл сервиске кірген адам ешқандай ақша салудың қажеті жоқ. Бірден ақша таба бастайсыз. Көп білімнің де, жаңағы біліктіліктің де қажеті жоқ. Қарапайым сервис тек қана компьютермен, интернетпен жұмыс істейтін деңгейде біліміңіз болса жетіп жатыр. SEO Sprint деп аталады. Бұндай сервистерді Books деп атайды. Бұндай сервистер орыс тілді интернетте, Рунетте бар, біршама бар. Ал ағылшын тілді интернетте, Буржнетте бұндай сервистер өте көп. Букстар өте көп, және оларда жақсы төлейді, және оларда бұл сала өте жақсы жетіліп кеткен. Сондықтан да осындай сервиспен жұмыс істеп күн көріп жатқан адамдар ағылшын тілді интернетте өте көп. Енді мынау SEO Sprint деп аталатын сервис, сайт соның басты беті. Енді қазір сіздерге кіріп көрсетейін. Войти дегенді басамыз, немесе мынада создать аккаунт дегенді басып, сіздер жаңағы тіркелулеріңізге болады. Мынада мінекей жазып қойып, друг человека дейді. Адамның досы бұл ит қой. Ит адамның досы дейміз, не еткенде соны басып, екеуін бассаңыз сарғайып тұрады мінекей. Сосын войти дегенді басасыз мінекей. Міне мен кірдім, өзімнің сервис сайтыма, аккаунтыма кірдім. Мына жерде менің есімім жазылып тұр. Мына жерде дәрежесі рейтинг стажер дейді. Бірінші ең төменгі деңгей кост деп аталады. Сосын стажер дейді, рабочий дейді. Солай рейтинг көтеріле береді. Енді мына жерде мінекей мой заработок дейді деген жазылып тұр. Мынада менде 14,58 рубль. Бұл рубльмен тапқан мен ақшам. Деньги в сейфе дейді. Бұл менің өзімнің салған ақшам. Мен бұл сервиске негізінен рекламодатель, мен айтқан жарнама беруші ретінде тіркелген, жарнама беріп тұрам. Сервисте сонда мынау өзім салған ақшам 63 рубль 49 тиын копейка. Онымен мен жаңағы жарнаманы беруіме болады. Мына ақшаны мен кез келген сәтте шығарып кетуіме болады. Мой заработок дейді, шығарып кетуіме болады. Енді бұл сервис арқылы қалай ақша табуға болады, мен сіздерге қазір көрсетейін. Тіркелесіздер, тіркелгеннен кейін сіздер де осындай аккаунт аласыздар. Мына жерде есімдеріңіз жазылып тұрады, мына жерде дәрежесі, мына жерде астында өзіңіздің жаңағы ID номер дейді, соны беріп қояды. Енді мына жақ шетте мінекей адамның суреті тұр, сосын астында түрлі жазулар бар. Бұл жаңағы қызметтердің түрлері. Центр управления дейді. Мынау центр управления деген бетте тұрмыз біз. Содан кейін заработок дейді, продвижение дейді, общение дейді, рефералы, мой профиль, форум дейді. Мой профиль дегенді басып, өзіңіздің пароліңізді немесе басқа мәліметтерді өзгертуіңізге болады. Енді ақша табу үшін тіркелгеннен кейін бірден мынау заработок дегенді басу керек болады. Мына жерде заработок деген мынау доллардың суреті бар, қапшық көрініп тұр өзі. Соны басасыз. Міне мынадай бет ашылды. Здесь зарабатывает на просмотре сайтов дейді. Сайттарды қарау арқылы ақша табуға болады. Қалай ақша табуға болады? Мына жерде бағасы көріп тұр. Мінекей мынаны бастыңыз сіз. Ақша табу үшін сіз мынаны басасыз. Приступить к просмотру дегенді басасыз. Мінекей мынадай бет ашылады. Мінекей бет ашылды. Енді мінекей төменгі жағына қарасаңыз, мінекей төменгі жағында мынау жасыл түсті жылжып баратыр. Бұл таймер. Жасыл түсті жылжып, мынау толады. Толған кезде сіз жаңағы сайтты көруіңіз аяқталады. Соған күтуіңіз керек болады. Мінекей толуға жақындады, мінекей жасыл түсті. Төменгі жақта, мінекей сол жағында төменгі жақта қарасаңыз, міне толды.
Енді мына жерде жазып отыр. Замечательно, нажмите здесь, чтобы забрать денежку дейді. Осыны басасыз мінекей. Осыны бастыңыз, мінекей мына арада жазып отыр. Отличный просмотр зачитан дейді. Не айтқанда сіздің есеп шотыңыз ақша түсті деген сөз. Осылай ақша табасыз. Мінекей уйти со страницы. Міне біз бір сайтты қарадық. Міне енді екінші сайтты қараймыз қазір. Приступить к просмотру дегенді басамыз мінекей. Міне тағы да бет ашылды мінекей. Міне төменгі жағында жасыл түсті, мінекей кетіп бара жатыр төмен қарай. Жаңағы бұл таймер жұмыс істеп жатыр. Мен айтқанда сізге ақша түсіп жатыр деген сөз. Мінекей түсіп бітті. Замечательно, нажмите здесь. Біз басамыз, отлично просмотр засчитан дейді. Енді сол кезде мынаны басып жауып тастаймыз біз. Міне екі сайтты қарап біз ақша таптық. Көп емес әрине. Мына жерде қарасаңыз 14.58 мой заработок деген жазып отыр. Енді мен қазір мынаны басып обновлять етемін мысалы. 14.72 дейді. 14.58 14.72 болды. Мен айтқанда ақша түсті маған, кішкене де болса ақша түсті. Сөйтіп мына төмендегі сайттардың бәрін қарап шығуыма болады. Бұл сізге қанша ақша түседі? Әрине көп емес. Көп емес. Тиын-тебен ғана түседі. Бірақ мәселе онда емес. Мәселе сіздің жаңағы бос уақытыңызда, онсыз да сіз жаңағы интернетке кіріп, түрлі әлеуметтік желілерді қарап, ойындар ойнап отырасыз. Сол кезде олай жасағанша мына сайт арқылы ақша табуыңызға болады. Мына жерде мінекей квести деген бар. Бұл әзірге бұнда ештеңе жоқ. Әзірге ештеңе жоқ. Задание деген бар мысалы. Задание дегенді бассаңыз, задание өте көп мінекей. 1, 2, 3, 4, 467 бет береді. Заданиелердің орташа есептегенде бір задание мына 2 рубль. 1 рубль. Негізі 1 рубльден болады. 5 рубль дейді. Бір зарегистрироваться на конкурс, пойти первый этап. Переход по дейді. 2 клика простое задание. 3 рубль 13 тиын. Осы заданиелерді орындау арқылы да сіз күн сайын жақсы ақша тауып отырасыз. Не айтқанда просмотр сайтты қарау арқылы, рекламалардың сайтын қарау арқылы және тапсырмаларды орындау арқылы ақша табуыңызға болады. Тапсырмаларды орындау әрине біршама күрделі. Оның түрлі өздерінің неше түрлі нәрселері бар. Оны өзіңіз қопарыстырып күнде жаңағы айналысып жүрсеңіз, көп ұзамай үйреніп кетесіз. Бұдан қанша ақша табуға болады енді? Қанша ақша табуға болады дегенге мәселе келетін болсақ, әрине көп емес. Мысалы, сайт қараудан күніне көп болса бір 2 рубль табуға болатын шығар. Енді 2 рубль таптым десеңіз, мысалы айына қанша рубль болады? 60, 70, 100 рубль табасыз енді. 100 рубль дегеніңіз бұл 550 теңге ғой. Көп емес, ал енді тапсырмаларды орындасаңыз, күніне тіпті 1-2 тапсырманы орындап тұрғанның өзінде сіз айына бір 1000-2000 рубль табуыңызға болады. Заданиедан. Мысалы, 1000-2000 рубль. 2000 рубль дегеніңіз бұл 10-11 мың теңгенің мөлшерінде, сонда бір 11-12 мың теңге ай сайын тауып тұруға болады екен. Бұл сіздің әрине мысалы жаңағы проездге төлейтін ақшаңызды, немесе тағы соны сияқты ұсақ-түйек жаңағы интернетке төлейтін, компьютер, телефонға төлейтін ақшаңызды шығаруға болады. Дегенмен табыстың негізгі түрі бұл емес. Сіз күніне 10-15 минут осының ішіне кіріп, осындай табыс таптыңыз, бірақ ең негізгі табыс рефералдар арқылы түседі. Сіз егер осы жаңағы сервиске адамдар шақырсаңыз, мұнда менде 2 реферал тіркеліпті, бірақ өкінішке орай мына жерде бәрі жазып отыр. Гүлжамал деген реферал екен. Тіркелген 9 күн бұрын кірген, сосын ешқандай ақша да таппаған, ештеңе жасамаған, шығып кеткен, тіпті одан кейін келмеген. Мынау Әнуар деген реферал тіркелген, бірақ мүлдем кірмеген. Ешқандай да кірмеген, ешқандай ақша да таппаған. Жай тіркелді, қарады, түсінбеген болу керек, қалай ақша табатын, қалай жұмыс істейтін түсінбеген болу керек, кетіп қалған. Сіздің осындай 100, 200, 300, 400 рефералыңыз болса, мысалы, көп рефералыңыз болса, соған көп ақша табасыз. Солардың тапқан табысының белгілі бір проценті сізге түсіп тұрады. Қанша ақша табуға болады? Орта есеппен күніне 3-4 мың рубль табуға болады.
яғни айтқанда айына орта есеппен 100 мың рубль табуға болады осы сервистен. 100 мың рубль дегеніміз бұл 560-570 мың теңге. Күніне 10-15 минут жұмыс істеп 570 мың теңге ай сайын тауып тұрсаңыз, бұл соншалықты жаман табыс емес. Осы сервис арқылы ақша тауып, соны негізгі табыс көзіне айналдырып алған, кәсіп қылып алған адамдар көп. Мен өзім білем. Олар өздерінің командаларын құрып алған, өздерінің соған тіркелген адамдарға көмектесіп жатыр. Қалай ақша табуға болады, қалай адамды шақыруға болады, қалай өзінің команданы құруға болады деген сияқты мәселелердің бәріне жауап беріп, көмектесіп, соған түсіндіріп отырады әрдайым. Сол арқылы олар жақсы табыс тауып жатыр. Егер сізді бұл қызықтыратын болса, осы видеоның астында сілтеме бар. Сонда арқылы кіріп, жаңағы тіркелуіңізге болады. Тіркелгеннен кейін маған хабарлассаңыз, мен қалай жұмыс істеу керек екенін түсіндіріп те бере аламын, көмектесе де аламын. Телефонмен де жұмыс істеуге болады, мен компьютерсіз ақ телефон арқылы да SEO Sprint сайтына кіріп жұмыс істеуіңізге болады. Күніне 10-15 минут, мысалы, жай отырғанша, жаңағы тиын-тебен болса да тауып, сосын өзіңіздің таныстарыңызды шақырып, адамдарды шақырып, өзіңіздің командаңызды құрып алсаңыз, жақсы табыс табуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан да бұл ең бастысы, бұнда ешқандай ақша салмайсыз, ешқандай тәуекел жоқ. Ешкім сізді алдамайды. Тапқан табысыңызды бірден қанша мөлшерде 5 рубль ма, 10 рубль ма, 20 рубль ма, кез келген сәтте шығарып алып кетуіңізге болады. Яғни айтқанда бұл сервис ешкімді алдамайды. Табыс табасыз және табысыңызды шығарып алып кетуіңізге ешқандай кедергі жоқ.